Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау. Тема сегодняшнего занятия – подготовка документации к хранению и использованию. Құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау. Іс қағаздарын жүргізу процесінің қорытындылану кезеңі орындалған құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау болып табылады. Пайдаланылатын құжаттарды ретке келтіру мен сақтаудың басты мақсаты Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағат қорын толықтыруға және оның анықтамалық жұмысында пайдалану үшін жағдай жасау. Орындалған құжаттарды сақтауға және пайдалануға дайындау мыналарды қамтиды. Бірінші, құжаттардың ғылыми және тәжірибелік құндылығына сараптама жасау. Екінші, істерді рәсімдеу. Үшінші, тұрақты және ұзақ мерзімді сақталатын құжаттарды сипаттау. Төртінші, құжаттың сақталуын қамтамасыз ету. Завершающим этапом оформления документов является подготовка документации к хранению и использованию. Бүгінгі сабақта біз мына сұрақтарға жауап табатын боламыз. На сегодняшнем уроке мы найдем ответы на следующие вопросы. Бірінші, құжаттар қашан мұрағатқа тапсыруға дайындалады? Когда документы подготавливаются к архиву? Екінші, сақтау мерзімін кім және қандай нормативтік актінің негізінде дайындайды? Кто и на основании какого акта устанавливает сроки хранения документов? Үшінші, құжатқа қандай сақтау мерзімі белгіленуі мүмкін? Какие сроки хранения могут устанавливаться документом? Төртінші, құжаттарды сақтау мерзімі қалай есептеледі? Как рассчитать сроки хранения документов? Келесі сұрақ, сақтауға жатпайтын құжаттармен не істейді? Что делать с документами без хранения? Келесі, ұзақ мерзімде сақталатын істерді рәсімдеу, оформление долгосрочных документов, және қысқа мерзімде сақталатын істерді рәсімдеу и оформление краткосрочных документов. Первый вопрос. Яғни бірінші сұрақ, құжаттар қашан мұрағатқа тапсыруға дайындалады? Орындалған құжаттарды мұрағатқа сақтауға дайындау іс қағаздарын жүргізу процесінің қорытынды кезеңі болып табылады. Құжаттарды мұрағатқа сақтаудың не жоюға іріктеу іс қағаздарын жүргізу жылы аяқталғаннан кейін жыл сайын жүргізіледі. Отбор документов для архивации или уничтожения осуществляется ежегодно после окончания года ведения учета. Келесі сұрақ. Құжаттарды мұрағатқа тапсыруға дайындаудың бірінші кезеңі оларды сақтауды мерзімін анықтаудан тұрады. Ол құжаттың ғылыми және практикалық құндылығын сараптау барысында жүргізіледі. Құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығын сараптауды басшы тағайындаған мекеменің арнайы сараптау комиссиясы жүргізеді. Комиссияның мақсаты құжаттарды сақтауға іріктеп алу және сақтау мерзімдерін белгілеу, сондай-ақ ғылыми тарихи құндылығы жоқ және практикалық маңызын жоғалтқан құжаттарды жоюға іріктеп алу. Комиссияның құрамына құрылымдық бөлімшенің іс қағаздары қызметінің және мұрағаттың білікті мамандары кіреді. Сараптау комиссияның негізгі басшылыққа алатын құжаты сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбесі. Құжаттар тізбесі ұйымның, кәсіпорынның және мекемелердің құжаттарының жүйеленген тізімдері. Құжаттарды сақтау мерзімдері туралы нормативтік нұсқауы болады. Құжаттар тізбесі типтік және ведомстволық болады. Типтік
Олардың мақсаты барлық мекеменің ведомстволық бағыныштылығына және саласына қарамастан қызметі барысында құралатын бір тектес типтік құжаттардың сақталу мерзімін бірегейлендіру. Мысалы, басшылық бұйрықтарының, жоспарлар мен есептердің, жеке құрам бойынша құжаттардың, бухгалтерлік құжаттардың және тағы да басқа құжаттардың сақталу мерзімдері. Барлық осы және қалған типтік құжаттар деп аталатындар барлық мекемеде бірдей функция атқарады. Сондықтан да бірдей сақталу мерзімі болуы тиіс. Ведомстволық қызметінің жеке саласы бойынша ол кәсіпорын айналысатын сала қызметінің бағыты бойынша құжаттардың барлық түрлін мейлінше толық қамтуы керек. То есть, кто и на каком основании устанавливает сроки хранения документов? Сроки хранения устанавливает созданная экспертная комиссия и на основании типовых документов. Третий вопрос. Үшінші сұрақ. Құжатқа қандай сақтау мерзімі белгіленуі мүмкін? Комиссия құжаттарға мынадай сақтау мерзімдерін белгілеуі мүмкін. Ол қысқа мерзімді сақтау мерзімдері 10 жылдан аз. Екінші, ұзақ мерзімді сақтау мерзімдері ол тұрақты сақтауды қосқанда 10 жылдан астам. Келесі, бір қатар құжаттар сақталмайды, олар жойылады. Типтік басқару құжаттарының тізбесіне сәйкес бір қатар құжаттарға белгіленетін сақтау мерзімдері мынадай. Өндірістегі қайғылы оқиғаларды тіркеу журналы 75 жыл сақталады. Қызметкерлердің жеке істеріне де 75 жыл сақтау мерзімі және қызметкердің жасы белгіленеді. Мысалы, қаржыландыруға байланысты құжаттар, қаржыландыру жоспары, қаржыландыру сметалары, қаржылық есептер тұрақты сақталады. Кепілдік хаттар 3 жыл, қаржы шаруашылық қызметті тексеру актілері 5 жыл, кассаны тексеру актілері 3 жыл сақталады. Комиссия устанавливает следующие сроки хранения. Краткосрочные документы менее 10 лет, долгосрочные документы более 10 лет. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 75 лет, личные дела сотрудников 75 лет, финансовые документы постоянно, гарантийные письма 3 года, акты по финансово-хозяйственным вопросам 5 лет. Төртінші сұрақ. Құжаттарды сақтау мерзімі қалай есептеледі? Яғни қай күннен бастап? Құжаттарды сақтау мерзімі іс қағаздарын жүргізу жылы аяқталғаннан кейінгі 1 қаңтардан бастап есептелінеді. Мысалы, егер құжат 2001 жылдың мамыр айында келген болса, оның сақтау мерзімі 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелінеді. Четвертый вопрос. Сроки хранения документов исчисляются с 1 января следующего года за годом окончания ведения учета. Бесінші сұрақ. Сақтауға жатпайтын құжаттарға не істейді? Комиссия іріктеп алған және жойылған құжаттар бойынша акті жасалады. Онда жойылған құжаттардың атауы, индекстері және мәтіннің тақырыптары көрсетіледі. Жоюға іріктеп алынған құжаттарды шаруашылық қажеттіліктерге пайдалануға жол берілмейді. Оларды өртеуге де тыйым салынады. Құжаттар арнайы машинамен туралып, содан кейін макулатураға тапсырылады. То есть, документы, которые не подлежат хранению, уничтожаются комиссией и
К оформлению долгосрочных документов относится обложка с указанием наименования организации, содержание, количество листов, сроки хранения, нумерация страниц, запись подтверждения, книжный переплет. Қысқа мерзімде сақталатын істерді рәсімдеу. Қысқа мерзімді сақталатын істер үшін істерді рәсімдеу оңтайландырылған. Құжаттар істерде құжат тігілетін папкаларда қала береді. Екінші, парақтары нөмірленбейді, және де үшінші, істерге тізімдемелер жасалынбайды. К оформлению краткосрочных документов относятся. Документы могут храниться в папках, то есть в скоросшивателях. Страницы не нумеруются, и список содержанных документов не требуется. Келесі тапсырмаларды орындаңыздар. Выполните следующее задание. Бірінші тапсырма, керекті тілдік бірліктерді қойып, көшіріп жазыңыз. Перепишите, вставляя нужные слова. Екінші жаттығу, сөйлемдерді дұрыс құрастырыңыз. Правильно составьте предложение. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Дәптерлеріңізге лекцияны жазып, тапсырмаларды орындаңыздар. На этом наша пара закончилась. Напишите лекцию на тетради и выполните все задания.